Масаңыз сонда. Мінекей, Евразиялық банк. Мен келдім, мына қыздан сұрап жатырмын. Жаңа мына қыз бос болған, сұрадым. Қай уақыттан бастап істейсіз деп. Ол айтады, сағат 7-тен, мен айтым, қалай 7-тен? Сосын мен айттым, банктар сағат 9-дан істейді. Ертең сенбі, істейсіз бе жоқ па десем, ол айтады, с октября месяца. Ұқпадым. Мінекей, сосын мына кісі қазақ тілінде білмейді. Сіз қазақ тілінде білмейсіз ғой, иә? Қазақ тілінде білмеген тұр ғой, ол айтады, мен сізді сотқа берем дейді. Мінекей көрдіңіз? Евразиялық банк міне. Машкевичтің қол астындағы Евразиялық банк. Қараңыздар, немене болып жатыр. Мінекей банкта 2 менеджер. Басқа адам да жоқ. Мінекей қараңыздар. Қараңыздар, ешқайда бір адам жоқ. Банк тек қана орыс тілдерге қызмет көрсетеді. Қазақ тілдерге Қазақстан Республикасында толығымен 100% дискриминация. Ешқандай мемлекетте, Ресейде, Түркменстанда, Тәжікстанда, Эфиопияда, Францияда сол мемлекеттің тілінде қызмет көрсетпейтін сондай болмайды. Мында мінекей осындай масқара болып жатырмыз. Мен бірнеше рет келгем осы банкқа жазды күні. Айтқам, не күліп отыр. Мемлекеттік тілге күліп отыр. Менеджердің аты жөні? Кім сіздің аты жөніңіз, Неке? Аты жөніңіз кім сіздің? Мінеке, мемлекеттік тілге күліп отыр. Қараңыздар, понаехавший мынау, нацистка ма? Енді фашизм ғой, Қазақстанда қазақ тілдерге дискриминация. Мінеке, қараңыздар, күліп отыр. Мемлекеттік тілге күлу, ұлт тіліне күлу, ұлтаралық қатынасқа сынақ қағып отыр, 100%. Қазақ тілін таптап отыр, басынып отыр. Қараңыздар, қалай күліп отыр, кекетіп отыр. Мінеке, бізде Евразиялық банк, Павлодар қаласында, мінеке осындай масқара болып жатырмыз біз. Байханов бастаған өңірде, мінеке осындай жағдай бізде Павлодар қаласында. Мінеке, қызмет көре алмадым, дискриминацияға ұшырадым. Енді кетті маған біреуде, маған тек қана білу керек еді, ертең банк істей ма, жоқ па, нешеден нешеге істейді, мен соны ешкімнен біле алмадым. Соны жаңа бір кассир шықты да айтады, мен де орысша оқығам, мен сізге көмектесейін, мен айттым, маған қазақша керек айналайын. Орысша оқығамды деп тұр, біз бәріттарымыз орысша оқыдық. Масқара, сөзім жоқ. Кеттік енді. Мінекей Керекуде қараңыздар, бүкіл Қазақстан қараңыздар, Тоқаев қараңыз, Машкевич қараңыз, Евразиялық банк, Викторов 71-дегі. Қалай дискриминация істейді? Олар Францияда, Германияда, Эфиопияда айталмаушы еді. Біз білмейміз сіздің тіліңізді, күліп кекетпеуші еді. Қазақты неге басынады? Өйткені қазақтар өзін өзі басынады, өзін өзі екінші сорт санайды. Сондықтан солай болып тұр бізде.